Құрметті тыңдармандар, қазақ ертегілерінің арасында қысқа ертегілер де болады. Сондықтан бүгінгі күні мен сіздерге арнап бірнеше қысқа ертегі оқып беремін. Ал енді тыңдайық. Түлкі мен ешкі. Бір түлкі жүгіріп келе жатып, абайсызда бір терең апанға түсіп кетіпті. Шыға алмай тұрғанда бір ешкі су іздеп жүріп, әлгі апанға кез болып түлкіні көреді. Ей, түлкі батыр, не қылып тұрсың депті. Ой, не қыласың, жаным жай тауып тұр. Қырда әрі сусап, әрі ыстықтан өліп едім. Апанның іші әрі салқын, әрі түбінде тұп-тұнық су бар екен депті. Мұны естіген ешкі, мен де салқындайын, әрі су ішейін деп ойлап секіріп апанға түсіпті. Сонда түлкі кең секіріп ешкінің үстіне мініп, оның мүйізіне табанын тірепті де ырғып далаға шығып жөніне кетті. Өтірікке алданба, басың бір бәлеге душар болады деген сөз осыдан қалыпты. Қандай ертегі екенін көрдіңіздер ғой. Келесі ертегі тышқан мен жылан. Бір тышқан тамақ аулап, не қайтып келсе, онда бір жылан жатыр екен. Тышқан мұнан жаман қорқып, қуып шығаруға батпай, ақыл сұрай, өзінің қайғысын айтқалы көршілеріне барады. Ақылды тышқандар жиын алысып отырып, кеңесін айтып, сен ол інді тастап өзгіңге ін қазып ал. Жылан сенің ініңді тартып алғаны еділдік емес, бірақ оған қылар еш айла жоқ. Оған тиіп не қыласың, мазасын ала берсің, өзің жеп қояды да, оған ештеңе қыла алмайсың. Тышқан бейшара қайғырса да үндемей қойыпты. Бірақ қалай кегін алуды ойлайды. Бір күні сейілдеп келе жатса, іннің аузында жыланның күн шуақта жылынып жатқанын көріпті. Жанында бір кісі ұйықтап жатыр екен. Тышқан барып оның мұрнын тістеп алып жыланға қарай тұра қашыпты. Кісі оянып тура қуады. Қарасы алдында жатқан жыланды көреді. Тышқанның мұның зияны көбірек болған соң, кісі жыланды өлтіруге алданып қалыпты да тышқанды қоя беріпті. Сөйтіп қайтқан тышқан өзіне келіп тұрыпты. Қандай қызық ертегі. Келесі, күшік пен мысық. Бір күні қарны ашқан күшік тауда қаңғып жүрсе, қасқыр жүгіріп келіп, ей күшік, мен сені жеймін депті. Қой көкешім, қой, әуелі мені тойғыз, сонан соң жерсің депті күшік. Қасқыр, жарайды, менің соңымнан қалмай ере бер депті. Екеуі бірге келе жатып, бір топ сиырды көріпті. Қасқыр өзінің жолдасына қарап, маған қараш, менің көздерім, құлақтарым, аузым, құйрығым қандай екен депті. Сенің екі көзің шоқтай қызарып жайнаған, екі құлағың жымиған, аузың арандай ашылған, құйрығың артқы екі аяғың арасында қыстырылып, жас шыбықтай болып майысқан депті күшік. Мен не қылар екем, соны қара депті. Қасқыр шапшып барып бір бұзаудың тамағына жабысады да, тұншықтырып өлтіріп, күшікті де тойғызады, өзі де тояды. Мен тойдым, сенің етіңді енді жемеймін, қош бол дейді. Қасқыр желе жортып кетіп қалыпты. Күшік бұзаудың жемтігінің қасында қалып, 3 күндей тегін етке тойып жатыпты. Ақырында іші пысқан соң қаңғып жортуылға шыққан екен. Бір аш мысыққа кез болып, оған, ей, мен сені жеймін депті. Қой, күшекке қой, әуелі мені тойғыз, сонан соң жерсің депті мысық. Жарайды, менімен бірге еріп жүр депті күшік. Біраздан соң бұлар бір топ түйе келіпті. Күшік, мысық, маған қарашы, менің көздерім, құлақтарым, аузым, құйрығым қандай екен депті. Несін айтасың, сенің көзің бозарып тұр, құлақтарың салпайып тұр, аузың аңқиып тұр, тілің сәлақтап, құйрығың салбаңдап тұр депті мысық. Сонда оған күшік, енді мен не қылар екем, көр депті. Күшік жүгіріп барып бір түйенің аяғын тістейін дегенде, түйе мұны дәл деп тұрып басқа теуіп қалыпты. Күшік сол арада сеспей қалды. Сонда мысық айтты, ей мақтаншақ, сенің әліңе қарамай қиын іске қолыңды созасың. Сенің етіңді енді мен жеймін депті. Көрдіңіздер ме? Бұл 3 ертегіні мұқият тыңдасаңыздар, қаншама ақылды сөздер жатыр. Сондықтан сіздер оқып,
лайк басып, каналға тіркеліп, естеріңізде сақтауға тырысыңыздар. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.